3 boz ыдысқа коланы құйып аламын. Ыдысқа мен алдымен бірінші тыйын саламын, екіншісіне шұжық саламын, үшіншісіне жұмыртқаны саламын. Енді бір тәуліктен кейін нәтижені көреміз. Бір тәулік уақыт өтті, енді нәтижесін бірге көрейік. Бірінші жұмыртқаны алып көрейік. Біз салған жарты бөлігі қап-қара болып шыға келді. Тіпті өшіргенге кетпейді. Жұмыртқаның құрамы біздің тісіміздің құрамына ұқсас. Демек, коланың біздің тісімізге жаман әсері бар. Енді келесі шұжықты қарайық. Оның түсі қап-қара, иісі жағымсыз. Шұжықты езілетіп, жағымсыз иіс пайда болды. Келесі тиынды көрейік. Енді тиынды қарасаңыз, кешегі тиыннан гөрі тап-таза болып шыға келді. Бұл жерде түсінетініміз, коланың адам ағзасына көп зияны бар.